Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ синнабон бөлкелерінің рецептісімен бөлісетін боламын. Біз ең алдымен аппарат дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жылы су, ашытқы, секер, ұнымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң бетін жауып, 20 минут тындыруға қоятын боламыз. Содан соң бөлек ыдысымызға су, сүт және де алдын ала ертіп дайындап алған сармаймызды қосып, үстіне жаңағы дайындап алған аппарамызды қосып араластыратын боламыз. Содан соң бөлек ыдысымызға бір жұмыртқамызды және секерімізді салып, көпіргенше венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң осы екі қоспамызды жаңағы сұйықтықтың үстіне қосып, тағы да араластыратын боламыз. Және де үстіне тұз және де ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біз қамырымызды жұмсақ етіп илеп алдық. Содан соң 1 сағаттай көлемінде бетін пищевой пленкамен жауып, тындыруға қоятын боламыз. Міне біздің қамырымызды жақсылап ісініп дайын болды. Содан соң қамырымызды түсіріп алып, үстінен қатты умаждамай баспай, оқтаудың көмегімен илеп алатын боламыз. Илеп болған соң бөлме температурасында еріп тұрған жұмсақ сармаймызды осылай қолымыздың көмегімен жағып шығатын боламыз. Сармаймызды жағып болған соң қалауыңызға қарай осылай үстіне секер сеуіп шықсаңыздар болады. Содан соң үстіне корица сеуіп шығатын боламыз. Содан соң дәл осы видеодағыдай айналдыра орап шығатын боламыз. Дайындап алған қамырымызды жіптің көмегімен немесе пышақпен тіліп шықсаңыздар болады. Мен жіппен тіліп шығып жатырмын. Қамырымызды осылай тіліп дайындап алған соң 30 минуттай ісіруге қалдыратын боламыз. Міне біздің бөлкелерімізде ісініп дайын болды. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіріп алатын боламыз. Міне біздің бөлкелерімізде дайын болды. Өте дәмді әрі әп-әдемі болып шықты.